ағам естіле ма? Естіледі. Видео қосыңыз, екеуміз. Міне жақсы. Ал енді қазір күте тұрыңыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін мен осы біздің Ажар деген қарындасымызды шақырдым осы эфирге. Әдейі осы біздің Жангелді ағамыз бір аккаунт берді. Әдейі бейнемен шыққандай. Енді осы Ажар қарындасымызды бәріміз көрдік. Басқа нелерде, бейнелерде Павлодарға келді екен, мұнда қандай жағдай болған. Сон бәрін қазір айтып беріңіз. Өзіңіз қай жақтан боласыз, кішкене өзіңіз таныстырып мына жерде. Сізге сөз айта беріңіз, Ажар. Сәлеметсіз ба? Мен өзім Алматы туымымын. Қазақстанда тұрам, балам Астанада туып өскен. Сол өткен демалыс күндері Павлодарға қонаққа барған едік. Менің ата-әжем нағашы, олар Павлодар облысының туымылары, Шырбақты ауданы Шалдай ауылынан. Сол әжеке қонаққа апарып, өзімізде кішкене қыдырып қайтайық деп Павлодар қаласына барғанбыз. Балама да қағаз кембатақ киімді көрсеткім келеді. Сондықтан баламды алып Павлодарға барғанбыз. Ертіс қонақ үйінде қоныстандық бір күнге. Сонда жұма күні келдік. Бір түнеп, сенбі күні 5 тамызда соңғы рет бассейнге барып шығайық деп шықпақшы болдық. Сол кезде менің балам Астанада туып өскен деп айтқан, ол тек қана таза қазақша сөйлейді. Қазақ балабақшасына барады, негізі балабақшаға бармас бұрын басқа тілді білмеген, тек қана қазақ тілінде сөйлеген. Қазір енді 1-2 ауыз сөз біледі басқа тілдерде. Бірақ сонда да ана тілі қазақ тілі, өзара араласқанда үнемі тек қана қазақша сөйлейді. Сол енді шомылу бөлмесінде мен бірінші өзім баламды кептіріп, шомылдырып, кептіріп жинастырғам. Сосын анама беріп, өзара қазақша сөйлескенбіз, баламен қазақша сөйлескенбіз. Бір кезде балам маған қатты емес, енді 5 жасар бала ғой. Феннен басын кептірген үшін шашымды неге былай істедің деген қаттырақ айтқан. Бір кезде душ кабинаның ішінен біреу қатты ақыра бастайды. Можно потише, замолчите деп. Сосын мен қатты за болды, мен балам сасып қалды, шошығаннан дірілдеп мені құшақтап қалды. Мен де за болып қалдым, сонда қазақша оған жоқ дедім. Сосын ана мен жоғымды іздеп айғайлай бастады. Аузындарыңды жабыңдар, нечего-то на своем деп бірдеңке деп. Сосын мен оған айттым, бұл енді қоғамдық жер. Ұнамаса өзі жеке саунасына бар, менің балам үндемейтін түрі жоқ. Ұнамаса өзі басқа жаққа барсын деп. Енді қоғамдық жерде бала жүреді ғой енді. Оның көрген жоқпын, ұлт нәсілін де білген жоқпын, өйткені ол душтың ар жағында болды. Сол анам мен балам пәлен-аулақ жиналып, бөлмесіне қайтқан. Мен басқа көрші душ кабинасына кіргем. Сол кезде ана кісі шыққанын естіп, орысша я тебе покажу сейчас жоқ депті естідім. Бір кезде сөйтсе ол сол жалаңаш түрмен аты шығып, тек қысқа орамал тағып, баламның артынан еріпті. Баламды боқтапты, анамды боқтапты. Сен боқсыздық айтып, сен сол жоқ деп айтқан үшін мен енді оны қайталамайын, орысша көп боқсыздық айтты анама. Сосын мен бала шыңғырғанын естіп, шомылу бөлмесінен өзімді шықтым. Енді шықсам, душ кабинадан, шомылу бөлменің әлі ішінде. Сол ана әйел қайтып кірді. Сонда мен оған айтқам, менің балам мен анама не жербам бар, олар тиісші болма деп. Сонда ол маған айтады, орысша айтады да, она сказала мне жоқ, она заслужила дейді. Мен айттым, енді жоғының несі бар? Сен үндеме дедің, дедім, мен оны негізі жоқ айтқанын мен дедім, ал не істерсің маған дедім. Мен жоқ дедім, мен үндемеймін, енді баламның маңайына жолаушы болма дедім. Бұл кезде ол жоқты мен айтқанын түсінгенім, білмеймін, әйтеуір маған тисе бастады, жұдырығымен мені итере бастады, кеуденен итерді. Провокация жасағысы келген ғой деймін, қазір ойласам. Итере берді, боқ-боқсыздық айтты. Ана ағай-шуға фитнес-центрдің администраторы келді, бір жап-жас келіншек өзі қорқып тұрды байғұс. Сосын мен оның көзінше боқсыздық айтып, мені итеріп, тырмалап, бүкіл болғаннан қанағатқанша бүйтіп тырналап итерген ғой. Анда тайғақ қой жермен құласам басымда едім, кафел. Сосын боқсыздық айта берді, мен сонда администраторға қарамау неге аузын ашып отырсыз, полиция шақырыңыз дедім. Ол өзі орыс кісі болды, мен оны орысша айттым, ол шақырмай қойды. Сосын енді жас кісі қорыққаннан сасып қалған шығар деп, анау болмайды, әлі итере беді, әлі төбелесе беді, боқсыздық айтады, өзіме күледі, полиция шақырам дегенге қарқылдап күлді, мен өзім полициядан, мен
керекті емеспін, бірақ мен өзі полицияда, мен бәрін өзім не істеймін деп, мен ешкімнен қорықпаймын деп, шақыра бер деп қарқылдап күлген басыма. Сосын мен атып шығып, сол жақтан басқа администраторды кездестірдім. Ол мені жұбатуға тырысты, бірақ полиция шақырған жоқ. Сосын мен енді фитнес-центрдан пайда жоқ, өзімнің қонақ үйімде отырған, сол қонақ үйіме барайын дедім. Енді оларға менің қауіпсіздігіме жауапты. Ресепшнға бардым, түсіндірдім қазақша, полиция шақырыңыз, маңда жәбірлеп жатыр деп, ұрыс соғыс болды деп. Сонда бір үлкен отбасы тіркеліп тұрған еді, ресепшн жай «Вы с какого номера?» деді, сосын жай «Подождите» деді да, ана тіркеулерді жалғастыра берді. Онда үлкен отбасы, көп адам тіркеліп тұр. Мен оларды күтетін жағдайым болған жоқ қой. Сосын амал жоқтан қайтадан өзім нөміріме көтеріліп, бөлмеме полицияны өзім шақыруға мәжбүр болдым. Маған ешкім, қонақ үйден ешкім шақырған жоқ. Астына түстім, түсіндірдім, мен полиция шақырдым. Оны полиция қызметкерлері келгенде фитнес-центрге өткізіңіз, сол жақта күтемін деп едім. Ол сонда «Я вас все равно по-казахски не понимаю» деді ресепшн. Сосын соған ол кісіге тіркелуде кезекте тұрған кісілер аудара бастады, мен кетіп қалдым. Сонда фитнес-центрға келсем, қонақ үйдің күзетшісі тұр екен. Бір түсінбегенім, қонақ үй негізі мен ғой тұрғыны, олар менің қауіпсіздік үшін жауапты ғой. Бірақ олар барынша мені емес, ана әйелді қорғаған сияқтыдай болды. Мысалы, сол күзетші ештеңе жасаған жоқ. Алайда мен бәрін ескерттім ғой, мен полиция шақырдым. Сізге қарсы арыз жазам, міне барлық бұғанам қанап қалды деп. Сонда да жоқ, мен кеттім деп. Сонда видео түсіргем. Оны Инстаграмда емес, Фейсбукта болған. Сол әйел көрінеді, сонда айтам, вот сіз мені тестіңіз, сіз маған талап еттіңіз десе, ол иә дейді, ты заслужила дейді. Сосын кетіп қалды жайбарақат түрде. Күзетші оны тоқтатқан жоқ, жай қарап отырды. Сосын мен оның артынан ердім. Жоқ, мен сізді таксиға отыруыңызға жол бермеймін дедім, таксиді қазір өткізбеймін. Мен оны бірақ қол көтерген жоқпын, саусақтың бір ұшында бұрған жоқпын сол кісіге қарсы. Такси күткенше, мен полиция күткенше, ол кісі мені шошыта бастады, қорқыта бастады. Мен қазір өзімнің жеке полициямды, өзімнің жеке күзетшілерімді шақырам деді, өзімнің милициямды шақырам деді. Сен өзің балаңа бармайсың, мен балам денсаулығымен шошытты. Балаңа бармайсың, мен қазір өз күзетшілерімді шақырам, олар вам покажут па, бірдеңке, орысша бір нәрселер көп айтты, қорқыта бастады. Сосын мен айттым, жарайды дедім, шақыра берсін, көреміз дедім, мен полиция шақырдым. Енді олардан қорқпасаңыз несіне қашып жатырсыз деп. Сосын такси келді. Таксидің мен жай есігін ашып, таксистке түсіндірдім. Мен бұл кісіге қарсы полиция шақырдым, арыз жазбақшымын, қылмыстық іске арыз тіркемекшімін деп. Полиция болса, таксист болса, Яндекс таксиі, мен ештеңе білмеймін, менде тапсырыс бар, мен онда кетем деді. Оны Яндекске қарсы тағы да бір арыз жазамын негізі. Өйткені мен оған бірнеше рет түсіндірдім. Сіз онда қолдаушы болып есептелесіз. Өйткені мен оған, мысалы, онда логикасы қызық, ол мысалы ұрлықшы болса, біреуді өлтірсе, біреуге зорлық көрсетсе, болмайды ғой, онда рахат қой, онда жай Яндекс такси шақыра аласың, 2 минутте жетеді да, кет қаласың. Онысы дұрыс емес қой, негізі Яндекстің логикасы. Сол кісі болмай, оны алып кетем деді. Жайды мен есігін ашып өткізбедім. Сонда әйел отырған таксинен шығып, мені жұлқылдай бастады. Менің прям қолдарымды тесіп, жұлқып, итеріп, ұрып соға бастады. Сол неді тұрағында қонақ үйдің. Сол бірнеше минуттай болды. Мен қолдарым тиіспесін деп оған бірде кері қайтарған жоқпын. Қолдарым тиіспесін деп екі қолымды аспанға көтердім. Сол кезде ол бүкіл мынау кеудемді, қолтықтың астын бәрі, сол барлығы анықтамасы бар. Сот медэкспертизасын өттім, барлығын қайнатып көгерткен. Сосын ақыры қонақ үйінің күзетшісі келіп, мені кішкене итеріп, ана қызды таксиге отырғызып жібере салды. Сол енді бұрылсам, полиция кепті. Сосын полицияға арыз жаздым. Қонақ үй менімен хабарласқан жоқ. Ол әйел де менімен хабарласқан жоқ. Түсінікті. Ол кісі біздің қазақ болды ма, әлде басқа ұлт па? Сол кісі. Басқа ұлт ұқсас. Ұлтын білмеймін, бірақ бет әлпеті европалық. Түсінікті. Енді қазір не болып жатыр? Сізде жуырда сот болады ғой, е? Сол туралы айтып берейін.
маған әлі шақырымы ресми түрде келген жоқ, бірақ маған бүгін Павлодар полиция департаментімен хабарласып түсіндірген, дүйсенбі күні сот болады деген, бірақ сот мекен жайын, кім қатысушылар, соттың атын әлі еш нәрсесін жіберген жоқ, хабарлаған жоқ. Ертең жіберетін шығар, білмеймін. Дүйсенбі күні болады деді. Енді сізде не болып жатыр? Қараңыз, сізге қалай айтты? Сіз мұндай Павлодарға барыңыз. Сіз қазір қайдасыз? Астанадасыз ғой, негізі? Астанада, Астана тұрғынымын. Сізде, мысалы, жағдайыңыз бар ма мұнда Павлодарға келуге? Мысалы, оны шақырып жатыр да, кел деп. Бірақ ол айтады, онлайн өткізейік. Оны қазір юристарды былай шақырайық эфирге. Мұнда юристтар бар бізде, таныс адамдар, былай юристтар. Олар айтсын, сіз вообще міндетсіз ба, обязан, не обязан, андай неге баруға, по первому требованию, білмеймін. Егер сізде ақша болмаса, сіз қалай мұнда келесіз, мысалы, жолға? Ол бір. Сосын сізге қазір адвокат керек, дұрыс па? Адвокаттармен сөйлестіңіз ба? Адвокат бар ма? Жаңағына бір белсенді кісілер маған көмек көрсетті. Мен өзім халқыма өте ризамын, қолдаған үшін өзім халқына мың алғыс білдіремін. Белсенді кісілер бір қорғаушының контактілерін жіберді, онымен хабарласып, енді менде қорғаушым бар. Бар, все уже. Ол сол кісі қайда, Павлодарда тұра ма? Сол ер адам ба өзі вообще? Қазақша біледі? Ер адам, қазақша біледі, мен қазақша араласты. Мен оны әлі былай тек қана телефонмен ғана сөйлестім. Өзі қазір Астанада, енді бірге шығатын боламыз сотқа. Сот қазақ тілінде болады, мемлекеттік тілінде? Оны білмеді, мен мемлекеттік тілде талап еттім, басында айттым, бірден сот мемлекеттік тілде болады деп. Сонда маған айтты, біз сізге аудармаша бере аламыз деді. Мен сонда қарсы шықтым, мен айттым, енді мен арызымды мемлекеттік, бүкіл толық арызымды мемлекеттік тілде бердім. Мен мемлекет сотты тек қана мемлекеттік тілде талап етуіне құқылымын. Сіз маған оны жасамасаңыз, мен жоғары сотқа арыз жазам дедім. Сонда олар болған. Ең бірінші, ең маңызды, қазақ тілі. Жарайды, егер андай сізде юрист болса, енді юрист, енді ол құпия емес қой, ақша алады. Сіз бір карточка номерін берсеңіз, мен осы мұнда енді чатқа айтам, кімде жағдай бар, қаржылай көмек кішкене жолға анау берейік. Енді ол бізге көп рахмет, бірақ маған қаржылай көмек керек жоқ, бірақ сіздің өзіңіз сондай моральды көмегіңіз маған көп мән мағына білдіреді. Соның сөзіне мен мың алғыс айттым, бірақ қаржылай көмек керек. Тыңдаңызшы, Ажар, қараңыз, ол тек сіздің не емес, ол ортақ күрес негізінде. Бұл жерде қазақ тілі ол біздің ортақ не, енді күресеміз да бәріміз қазақ тіліміз үшін. Сол үшін енді халықтан ол ұят емес негізінде, бәріміз көп, қалай айтады, көп түкіріп бір не көл шығады ғой енді. Мен түсіндірдім, бірақ бұл менің өзімнің жеке позициям. Көп рахмет, маған қаржылық көмек керек емес. Қорғаушым енді ақылы, бірақ өзім алам. Сол бұйырса көреміз. Ойлап көріңіз. Бірақ сіз мұнда Павлодарға сонда дүйсенбі күні таңертең шығасыз ба, әлде жексенбі күні келесіз ба? Оны білмедім, әлі шешкен жоқпыз. Менің жұмыс уақытым кеш бітеді. Мен жарты сағаттай ғана үйде болғалы, әлі ақылдасып үлгерген жоқпыз. Оны билеттің қарастыру керек, уақыттың қарастыру керек. Не көлікпен шығармыз жексенбі күні, немесе дүйсенбі күні. Білмеймін, қарағанда жоқпын, ұшақ бар ма дүйсенбі күні, нешеде келетін, өйткені сот 10-11-де басталады деді. Егер мұнда Павлодарға келсеңіз, енді менің номерім сізде бар. Блогермын, YouTube, TikTok, былай, міне адамдар жазып жатыр, біздің қазақтар, міне былай қолдап жатыр сізді, уайымдамаңыз деп. Сол сіз енді хабарласып, мұнда келгенде бір кездесейік, бір тоже бейне жазайық. Короче, сізді қолдаймыз ғой мұнда. Мұнда Павлодар қаласында белсенді азаматтар көп, ұлтшыл андай, тіл жанашырлар көп бізде. Может, сіз білмейтін шығарсың. Руза апай бар мұнда, сол Руза апайға біз айтамыз. Руза апаймен хабарластым, оған да мың алғыс. Руза апаймен хабарласты, қолдады.
Ол кісі қазір Өскеменде екен өзі, сол жолдамын деді. Үнемі күнде жазады маған, қолдаған моральды қолдау өте көп. Ол кісіге де мен алғысым шексіз, қатты қолдадым ол жағынан. Жарайды. Енді сізде егер сіз енді жұмыстан келдіңіз ғой, шаршап жатқан шығарсыз енді. Егер сізде былай адамдармен кішкене сөйлесіп уақытыңыз бар ма, әлде сіз шаршап осы сізбен сұхбатты аяқтаймын? Қалай қарайсыз? Мүмкін Ұзақ болмаса, бір 10 минуттай болса, одан аса алмаймын. Сөзін берем, сұрақтарды қояды сізге. Бізде. Так, сұрақ қоятындар бар ма? Мында давайте, кім сұрақ қояды? Жарайды, Роза татемізді кіргізейік, сосын тағы да 1-2 адам кіргізем. Только қысқаша сұрақ қандай, не, андай, мындай. Мында жазды жаңағына, бейне бар ма деп, бейне дәлел бар ма деп, соған жауап берсеңіз. Роза, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бәрін естіп жатсыз ғой, Иә. Не айтасыз, сұрақтарыңыз бар ма осы біздің қарындасымызға? Ол белгілі бір жерде жұмыс істейтін адам ғой. Оның несі бар ма өзіңде? Фотосы, аты жөнін бәрі белгілі білесің бе? Мен оны білмедім, ол маған бейтаныс кісі, мен аты жөнін білмедім. Мен оны сұрағанда алдында осыдан кеше, оның күні алдында сұрағанда полициядан әлі тапқан жоқпыз деді, бірақ сот болады дегеннен тапқан шығар, бірақ маған оның толық атын жөнін әлі берген жоқ. Айтпай отыр, Ол маған толығымен бейтаныс кісі. Фотосы менде өзімде бар, жаңағын айтқанда фитнес-центрге қайтып келгенде, полиция шақырып сонда күтейін дегенде, ол жайбарақат түрде кетіп бара жатқанда мен оған фотоға түсірдім және видеоға түсірдім. Сол бейнеде мен оған айтамын ғой, мен сіз қайда кетесіз, мен полицияны шақырдым, соны күтейік. Сіз маған ұрыс соғыс, сіз маған қол көтердіңіз десе, ол я, ты заслужила деген сөздері бар. Сол. Бірақ бейнені білмеймін, қонақ үйдің бейнесі болмаса, қонақ үйдің сайтында бірнеше имейлдары бар, мен сонда имейл жазып, үшеуіне ма сондай, бірақ имейл хаттары қайта келді, сонда имейл жоқ деп. Сондықтан қонақ үйдің әлі жауабы жоқ, содан тағы хабарласып өзіміз бәріміз аламыз деді. Мен оған түсіндірдім. Жұмысқа отырған сол қонақ үйдің иесі жауап беру керек. Жауапкершілікті сол ең бірінші. Қонақ үй жайлы мен бірнеше арыз жаздым. Біреу ол туризм комитетіне, маған туризм комитетінен бүгін хабарласты, оларға да алғыс білдірем. Өздерінің наразылығын білдірді. Туризм комитеті менің арызымды қайтадан Павлодар облысының полиция департаментіне жіберді. Бірақ та өз жағынан сол қонақ үй иесімен кездесіп түсіндірмелік жұмыс өткіземіз деді. Олар енді белсенді мекеме емес қой, олар солар үшін жауап бере алмайды, бірақ өз жағынан түсіндірмелік жұмыс өткіземіз деп айтты. Солардың жауабын күтіп тұрмын. Ол туризм комитеті, оларға алғыс білдірем. Екіншісі ол тіл комитеті, Павлодар қаласының тіл басқармасы. Соларға да арыз жаздым, олардың қолдауында әлі білмеймін, әлі жауап берген жоқ. Сосын тағы бас прокуратураға жаздым қонақ үй туралы, олар оны тағы да Павлодар полиция департаменті жазды. Павлодар полиция департаменті менің атымнан, енді басқа мекемелерден келгеннен кемінде 3-4 арыз қабылдау керек еді, бірақ біреуі де сол арыздар бойынша әлі хабарласқан жоқ. Ал маған сөйлеуге бола ма? Өз басымнан өткен жағдай, біздің билік орыстанып кеткен, онымен қоймаймын, сот орындарының прокурорлар барлығы орысша сөйлейді. Сотты қазақша жүргізсін деп талап еткен, мені Фейсбукта комментарий жазып лайк қойған үшін, Аблязов митингіге шығыңдар, балаларға тегін білім беруге талап етіңдер деп ұран салғанда мен қолдағам. Сонда мені Фейсбукта отырған бүкіл нелерімді барлығын копия жасап, материал жинап, мені сотқа шығарды.
Сонда келген жігіттерге мен әлгі нені қазақша толтыртқыздым. Есімде жоқ әлгі бір құжатты үйден алып шыққанда. Сол құжат бойынша сотты қазақша жүргізіңдер деп мен ерегісіп сол жерде сіресіп қалдым. Сонда сотты жүргізгенде жаңағы судьяның өзі кекештеніп, былдырлап, не деп жатқаны түсініксіз. Енді мен оны айтып жатқаным, сол Павлодарда қазір қазақша жүргізсін деп талап еттің бе сен? Сотты? Иә. Ол енді нәтижесіз нәрсе болайын деп тұр. Ол жерде Павлодарда қазақша сот жүргізе алады деген адамдар бар деп ойламайым, күдіктенем. Білмеймін не болатын енді. Көрерміз. Өзінде болды ғой бір жыл бұрын. Мен айттым қазақ тілінде болсын. Қазақ тілінде болды. Короче, маған жалоба жазған сол полицейскийлар, олар орысша талап етті, екі полицейский. Мен айттым қазақша болсын. Сосын аудармашыны шақырды. Аудармашысы орыс әйел, короче, вообще. Ой, бай, анекдот қой. Короче, орыс әйел отыр. Анау, мен айтам қазақша, мынандай болды, короче. А енді сот не бойынша аудармашысы оларға аудару керек оның бәрін. Сол орыс әйел отыр, сол орыс әйел примерно 50 жасында. Сол екі қазақ полицейскийларға бір әйел, бір еркек, оларға қазақ тіліне аударып жатыр, короче. Сізге анау, мен айтқан сөздерді аударып жатыр. Сосын олар орысша айтады да, ол маған қазақша, короче, аударады. Ё-май, анда. Ұят емес оны. Еще білмеймін, әдейі емес па, орыс әйелді шақырған ғой. Вообще, короче, орыс, короче, аудармашы. Мен айтып жатқаным сондай быт-шыт барлығы. Тілімізді әбден аяқ астына салып таптаған ғой бұлардың. Сол сот орындары болсын, билік болсын, біз тіл деп жарапазан қағып жатырмыз, оларға бәрібір түкірген олар тілге. Олар айтқан сотшы жақсы не болды, негізі қазақша сөйледі. Бар арасында андай мәңгүрттер, бірақ бәрі емес. Жарайды, мынау Роза ханым, кешіріңіз, мынау тиктокер деген аягөзге сөзін берейікші, тез-тез. И осымен тағы да кіргізбей қоя, не, кім? Ажар. Шарап Ажар. Сізден сұрайын деген. Ол біздің тоже. Азамат, Ажар, сіз жаңағы ертіс қонақ үйінен алдыңыз ба видео фиксация, видеоларын алдыңыз ба камерасынан? Жоқ, қонағымен имейл жазған едім, жауап берген жоқ. Оларды былай несеген так жасаған едім, неде инстаграмда, нелерде, әлеуметтік желілерде. Олар жауап берген жоқ. Бейне жағынан полиция айтты, өздеріміз береміз деп. Негізі сондай жағдайларда бейнені мемлекеттік мекемелер өздері сұрау керек. Олар сұрастырғанда, олар кейбірлері тек қана мемлекеттік мекемелерге береміз дейді. Енді мен де ойлаймын, барлығы жақсы болады, өйткені барлық құқық қорғау органдары хабардар екен, мен де сұрастырып білдім. Сізге сәттілік тілеймін, павлодарлықтарға да осы Ажарды қолдап кетейік. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой, сондықтан барлығымыз қолдайық, сізбен біргеміз, алаңдамаңыз. Қазір жалпы балаңыздың жағдайы қандай? Көп рахмет сұрағаныңызға. Балам енді кішкене травма алды, тағы да көмек сұрайды дегенде менде қаржылық жағынан емес, маған жақсы баланың психологы керек еді Астанада. Сіз біреулерде жақсы ұсыныс болса, қазақша сөйлейтін, өйткені мен балам тек қана қазақша сөйлейді, ол жағы кішкене Астанада қиындау. Жақсы психолог табу, баланың психологын және тек қана таза қазақша сөйлейтін. Мен сізге көмектесе аламын. Маманы жақсы. Сізге осыған сізге мен жазылып қойдым, біраздан кейін сізде маған жазылыңыз, сізге жекеңізге шығамын, бір психологты сізге ұсынамын, балалар. Жоқ, аягөз, тұра тұрыңыз. Бұл аккаунт оныкі емес, ол міне жәкеміздің. Сіз маған WhatsApp-қа мен сізге, короче, Ажар, мен сіздің номерді кімге, аягөзге берейін? Қарсы болмасаңыз WhatsApp-ты. Оны мен
байланыста болыңыз, и өзінің аккаунт ашыңыз тиктокта, анда-санда кіріп отырыңыз. Осылай біз стримдарды өткіземіз, талқылаймыз әртүрлі нелерді. Мен кезінде бірлеп... Так, не қайда? Ау. Кім? Сәлем, мен Жұлдызбын ғой. Диас Мен сәлем. былтыр, бұл кішкене офф-топ, былтыр балаларға кітап оқу. Мен айтып кетейін да. Сіз осы мәселені қозғағаныңызға мен сізге білем, сізге жүрегіңізге батады. Менің де жүрегіме батты негізі. Мен осы естіп едім, мен жүрегім ауырып, соған уайымдадым. Бірақ та сізге алғыс білдіремін. Осы мәселені жай тастамай, қолыңызға алып, енді әрекет жасап жатырсыз. Барлығымызге үлгі көрсетіп жатырмыз. Біз барлығы білсін, біз үндемейміз енді. Біз бұрынғыдай үндеп жүріп, келісіп жүретін уже қазақ емеспіз. Сізге сіз батырсыз, батыр қызсыз қазағымыздың. Балаңызға денсаулық тілеймін. Балаңыздың қызығын көріңіз. Үлкен жігіт болсын, үлкен азамат болсын. Сіз мамасы сияқты батыр бір қазақтың бір баласы, бір қалай айтады, бір азаматы болсын. Тек қана сәттілік тілеймін. Сіз өзіңіздің тиктогыңызды ашыңыз, біз тіркелеміз. Сіз айтпаңыз, қаржылай көмек керек жоқ деп айтпаңыз. Көмектесетін адамдар бар. Олар негізі әр адам сізге қалай болса да қол ұшын бергісі келеді. Сондықтан мүмкіндігі болса көмектесін, одан ештеңе жоқ. Сіз білуіңіз керек, біз сізбен біргеміз, біз қолдаймыз. Сізге алғыс білдіреміз осы сіздің азаматтық позиция үшін, батылдығыңыз үшін. Рұқсат етсем нәрседен көмек. Рұқсат етілсе мен бір нәрсе сұраймын павлодарлықтардан. Көркем түрде берілген мәліметтер, немесе қызметтің өзі қазақша берілмейді. Мысалы, мәзір, немесе прескурант. Менің балам қазір мектепке дайындыққа барайын деп жатыр, уже табы оқуды үйреніп алды. Мәзірді оқығанды өзі жақсы көреді. Енді айтқандай ол тек қана қазақша сөйлейді, қазақша оқығанды жақсы көреді. Мәзір болмаса, ештеңе болмаса, мен үнемі наразылық хат жіберем сол мекемеге. Олар жауап бермесе, онда тіл басқармасына жіберем. Павлодарда байқағаным көп мейрамханаларда, кафелерда мәзірлер қазақ тілінде нұсқасы жоқ екен. Мысалы, біз барғанда жоқ. Сосын негізі бұл заң бұзушылық деп айтқан едім. Сонда бізде ешкім сұрамайды, сондықтан жоқ дедім. Мен енді оларға бірінші арыз жазбаймын, бір оларға жеке наразылық хат жіберем. Бірақ менің сұрайтын дегенім, қолдағыңыз келсе, қаражатта емес, өзіңіз барған мекемелерде, кафе болсын, кез келген мекемелерде қызметті қазақ тілінде талап етсеңіз, немесе ең болмаса өзіңіз қазақша сөйлесеңіз. Мысалы, мен қазақша сөйлеймін, мен ешкімнен маған қазақ тіліне жауап беріңіз деп талап етпеймін, бірақ бастысы менің тілімді сындырмасын. Мен қазақша сөйлесем, мені ұғып, маған қызмет көрсетсін. Соны енді бәрі талап етсе, онда біз мүлде басқа елде тұрар едік. Келісемін, қолдаймын сізді. Сізге алғыс білдіремін осы позицияңыз үшін. Рахмет. Сол осың сізді. Жарайды, рахмет сізге. Маған бару керек. Ажар, байланыста болайық. Рахмет. Қазақ халық. Сізге де рахмет, Жұлдыз. Қазақ халық сізді қолдайды. Ойымдамаңыз. Ешкімге андай біздің мемлекетімізде рұқсат жоқ біреуді ұрып, тем более қазақ тілінде сөйлемеңдер деп айтуға. Біз осы дискриминациямен уже қанша жыл болды енді бәріміз күресіп жүрміз ғой. Енді сіз біздің осы күресімізге қосылдыңыз. Енді байқамай, былай да айтуға болады. Сол, жарайды. Осымен аяқтаймын. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Сізге көп рахмет. Сау болыңыз. Давайте. Сау болыңдар. Опа, что?